Ұйықтап қалдық па? Таң намазы уақыт кіріп кетті ма? Кешігіп қалып таң намазы уақыт кіріп кетті ма? Ниет қыламыз да ар жаққа қарай оразамызды жалғастыра береді екенбіз. Өйткені біз таң атқаннан күн батқанға шейін деп жатырмыз да. Сол үшін біздің кешігіп қалуымыз, біздің кейде азан шақырып жатқан уақытта азан шақырып жатыр ғой, біткенге шейін іше бер деп айтатын жандар бар да. Жоқ. Азан таң намазының кіргенін білдіреді. Бұл деген нәрсені сәресінің уақыты бітті деген әңгіме. Ассаламалейкум мұсылмандарым, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, Аллах сіздерге риза болсын. Айтпайын десе айтқызады, осындай ақымақ, надан, дүмше молдалар дінден еш хабары жоқ. Халықты адастыруда, халыққа қиындықтар туғызуда, Аллах пенен оның пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дінді жеңілдеттік дейді. Ал енді мұндай ақымақтар дінді жеңілдетудің орнына қайта дінді ауырлатып, халыққа қиындықтар туғызуда. Мына Смановта әкесі сияқты дүмше молда болып кеткен екен, діннен еш хабары жоқ. Бұл ақымақтар басқан айтпағанда, мына Құрандағы Аллахтың аяттарын жоққа шығарады. Мұның айтып отырған кейбіреу айтады, біреу 10 минут бұрын дейді, екіншісі 15 минут бұрын таң намазына дейін, үшіншісі айтады, осы ақымақ сияқты азан болған кезде сәресін шуды тоқтату керек дейді. Ал енді ұйықтап қалған адамдар осындай есекбастардың айтуы бойынша кешке дейін аш жүреді. Құранда Алла тағала айтады, сәресінде ақ жіп пен қара жіпті айырғанға дейін ішулеріңе болады деп рұқсат береді. Бұл дегеніңіз таң атып келе жатқан кезге дейін ішуге болады. Таң намазына дейін, былайша айтқанда фаджрға дейін 10-15 минут бұрын немесе азан оқығанға дейін ауызды бекітуді тоқтату керек деген не Құранда, не сүннетте жоқ нәрсе. Мұны шайтан осындай ақымақтарға шығарып берген. Сондықтан да егер ұйықтап қалсаңыздар, таң намазының кезінде оянсаңыздар, онда намазды қоя тұрып ең бірінші сәресін ішіп алыңыздар. Сәресін ішпесеңіздер, онда кешке дейін аш жүресіздер. Ал таң намазын кейін қаза қылып оқи салуға болады. Сондықтан да мұндай надандарды, ақымақ дүмше молдаларды тыңдамаңыздар.